Соңғы жылдары біздің мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық спортқа деген және ұлттық бірегейлікке деген көзқарасын мемлекет саясатында көріп жатырмыз. Үлкен сондай бір көңіл бөліп жатыр. Оның барлығы бізде бәрімізге мәлім. Құқық бар және де ұлттық спорт деген осы ұлттық бірегейліктің сондай бір мықты құралы. Бір жағынан басқа жеңіл қол шығар. Өзіміз айтқандай жүріп бұл жұмы білуіміз керек. Құқық бар мемлекетшілдіктің ұлттық көзқарастың сондай бір мықты енді көрсеткіші болу керек. Біз жай ғана спортты барып спорттық сайысқа қатысайын деп жатқан жоқпыз. Намысымызды қорғайын деп жатырмыз. Ең мықты аттар, ең мықты шабандоздар командада болу керек. Жанкүйер о тұтынуды мысың? Тоқ отырсаң бір-үш адам бар, үш жылдың орындайды. Мен шабандоздарымыздың ауызбіршілігін мен ойлаймын, орта рухани һәм ерекше.